Мақсат мырза, саламатсыз? Мен Дауысыңыз естіліп тұр. Микрофон сізде, Әсемай ханым, бастай берсеңіз болады. Жақсы, рахмет. Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті команда, құрметті мықтылар, болашақ Pandora Vita компаниясының легендалары, болашақ деп бекер айтып жатқан жоқпын. Өйткені барлығы біздің басымызда, барлығы біздің қолымызда, барлығы өзімізге байланысты. Мен үнемі айтам, бұл жерде тек қана бір сұрақ: кім? Кім келесі? Мен десеңіз, әрине сіз боласыз. Демесеңіз, енді онда басқалар жасай береді. Ал оңай болса бастайық бүгінгі сабағымызды. Баршаларыңызбен бүгін Алматы офисынан байланысқа шығып отырған мен, Өмірбаева Әсемай Төлегенқызы, Pandora Vita компаниясының аймақтық директоры боламын. Құрметті команда, кеше біз тамаша бір тақырыпта барынша енді сіздермен жаңағы бөлісіп, бір пайдалы болуға әрекет еттім. Кешегі эфиріміз кішкене бөлініп, қайта-қайта бір қызықты жағдай болды. Бүгін енді ондай болмайды деген ойдамын. Неге Pandora Vita? Мен осы бойынша кеше тоқталған болатынбыз. Осы жерде кеше сабаққа кірмеген мықтыларды да көріп отырмын. Сол бір нені қысқаша ғана айтып өтсем, негізі біз өзіміз үшін неге Pandora, неге басқа компания емес? Сол бір жаңағы сұрақтың жауабын айқындап алуымыз керек. Өзімізге сенімді болуымыз керек. Өйткені шын мәнінде компания өте көп. Біз жаңағы мына компаниямыздың, келіп отырған компаниямыздың артықшылығын прям айтып жеткізе алатындай болуымыз керек. Және оған өздеріңіз 100% сенімді болуларыңыз керек. Ал енді біздің енді Pandora Vitaның артықшылықтары өте көп. Шетінен прям шертіп тұрып айта берсеңіздер болады. Бірақ енді ең керемет жерін әрине біз маркетплейсті ерекше айтамыз. Құрметті команда, енді бүгінгі күнде жетістік, менің тақырыбым жетістік, оның формуласы, қалайша біз жаңағы ниеттен бастап нәтижеге дейін не істеуіміз керек, біздің бойымызда қандай қасиет табылу керек, міне бүгін осы туралы айтып өтетін боламын. Құрметті команда, мына жерде мен біріңізді танимын, біріңізді танымаймын, бірақ барлықтарыңыздың да қандай да бір компанияда тәжірибеңіз болуы әбден мүмкін. Жетістікке жету үшін келдік барлығымыз, алдымызға мақсат қойып деп мен ойлаймын енді. Сол себепті жетістікте ең бірінші осы бизнеске келген кезде әрекетіңізді бастамас бұрын ең маңызды нәрсе ол әрине ниетті түзеп алу. Өйткені кейбір адамдар болады, жаңағы әрине бір сөзбен айтқанда, кім ақша тапқысы келеді, кім жаңағы миллиондарды алғысы келеді дегенде, бүкіл елдің барлығы тіпті мен деп те жауап бермейді, бәріміз деп жауап береді. Мен айтам ғой, неге бәріңізге жауап бересіздер? Әркім өз-өзіне жауап беру керек. Не осы сәтте барлығымыз үшін ең маңызды дүние біз ниетімізді туралап алуымыз керек. Әрине, қандай да бір жерде мүмкін үлкен званиеде болған шығарсыз, қандай да бір компанияда. Әрине, сіз өзіңіз бір коуч, тренер шығарсыз. Әрине, қаншама сабақтарды жаңағы өткен, мықтымын деп өзіңіз ойлайтын адам шығарсыз. Бірақ сіз жаңадан келіп, нөлден бастап жатқан осы Pandora Vita компаниясының партнері болғаннан кейін, әлбетте ең бірінші сіз ниетіңізді түзетіп алып, жаңа бірден айтқанда бір нөлден бастайтын новичок сияқты. Шіркін, осы жерде қандай артықшылықтар бар? Осы жерде нені білуім керек? Жаңағы қандай білім алуым керек деген сияқты әр адам өзіне бір жақсылап сұрақ қойып алуы керек. Және де жаңағы сол бір новичоктың позициясына түсе білуіміз керек. Мына ниет туралы енді ол енді өте үлкен мәселе негізі. Шын мәнінде бір керемет бір оқиға бар, соны да айтып берсем сіздерге. Жаңағы қызы мен анасы үйде отырған кезде үйіне бір қонақ келеді. Сол сәтте жаңағы шешесі тұрып, қызына айтады: қызым ана тұрған чайникті алып
шай қойшы деп сөйтеді. Қызы жанына барған кезде жаңағы чайник суға толып тұр екен. Толып тұрған чайникті тоққа қосқалы жатқанын көрген шешесі, жоқ қызым, ішіндегі суды полный төгіп тастап, қайтадан су құйып, қайтадан шай қой деп айтады. Соған қызы жаңағы таңғалады, айтады: мама, енді оның ішінде су толып тұр емес па, мен оны неменеге қайтадан төгем, бәрібір сол суды құям ғой деген кезде, мамасы қызына қарап тұрып: мен ол суға кір жуамын деп әу баста ниеттеніп қойғам дейді. Сондықтан да қонақ үшін сен қайтадан су алуың керек дейді. Сондықтан да қараңыздаршы, міне ниеттің қандай керемет күштілігі. Осы жерде де біз әуелі алғаш келген кезде барлығымыз ниетімізді туралауымыз керек. Және де жаңағы новичок позициясына түсіп, керісінше білімге аш болып, шіркін не үйренсем болады, не айтсам болады, мына утренний зарядкаларда не айтылады екен, маған да бір нәрсе пайдалы болады ма екен, анау кешкі вебинарларда не айтылады екен дегендей, сіздер білімге аш болып, күнделікті бір жүйелі түрде осы бір сабақтардан қатысып отыратын болсаңыздар, сіздер міндетті түрде өздеріңізге, көрдіңіз, ниет қайда жатыр? Ниет сіз басқала жасадыңыз, туралап алдыңыз, әлбетте сіз үшін пайдалы дүние осы жерден табылатын болады. Екінші, ниетімізді тураладық, келдік. Енді не керек бізге? Әрине біз мақсат қоюымыз керек, мақсатсыз болмайды ештеңе. Арман деген жақсы, әрине ол арман деген мақсат қоюға бізге жаңа қанаттандыратын бір бойымызда қасиет, бірақ мақсат деген не ол? Нақты осы жерге келгенде мен, мысалға, маған түсіндірді, айтты, үйретті, даже карьералық лестницада мен қай жерге дейін жетуім керек, мен өзімді қай жерден көріп тұрмын, мен легенда болғым келе ме? Жаңа, мысалға, араларыңызда бар ма компанияның қойған 5 машинасының біреу менікі деп мақсат қойғандарыңыз, Кейбір адамдар даже оны армандаудан да қорқады, керісінше, Сондықтан әлбетте мақсатымыз болу керек. Мен айтам, мысалға, машинаның ішіне отырдым мен, баратын жерімнің қайда баратынымды нақтылап алмасам, мен нақты керек жеріме келемін ба? Келмеймін, өйткені мен білмеймін. Ал егер мен айтсам, мен ертең таңертең Таразда болуым керек, мысалға, мен не істеймін, бүгін кешкісін машинаға отырам, я болмаса автобусқа отырам, я болмаса ұшаққа мінем дегендей, Сол себепті бізде міндетті түрде мақсат болу керек, және мақсат ол сіздікі болу керек, ол сіздің көршіңіздікі, сіздің жаңағы көпшілік келген кезде, біз легенда боламыз дегенде, жоқ, біреудікі емес, ол сіздің мақсатыңыз болу керек. Мақсатты біз әрине не істейміз? Жіктейміз, жоспарлаймыз, Ол өте үлкен бір мәселе, өйткені мақсатты жазып қана қойып, менің мақсатым осындай, менің мақсатым легенда болу ғана деп қойсаңыз, ол да бір бітпеген іс болып табылады, Сол біз не істейміз? Жоспарлаймыз. Жоспарыңыздар план ғой, қысқа мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар және ұзақ мерзімді жоспар. Кәдімгідей мына компанияға келгеннен кейін, құрметті мықтылар, міндетті түрде мынандай блокнотымыз болу керек. Мына ручкамен біз дос болуымыз керек, жаңағы мақсатымыз жазамыз. Қысқа мерзімді дегеніміз, мысалға, айлық жоспар болуы мүмкін, осы. Тіпті күндік жоспарды да қысқа мерзім деп алсаңыз болады. Оны сіздерге қалай ыңғайлы, өздеріңіз білесіз. Жоспар десеңіз болады. Орташа жоспарды, мысалға, 6 айлық, ал жаңағы кеңінен алатын үлкен жоспарды сіздер жылдық жоспар деп алсаңыздар болады, Сондықтан әрбір немізді жаңағы күніміздің барлығы міндетті түрде жоспарлы болу керек. Өйткені мен бұны жайдан жай айтып жатқан жоқпын, құрметті мықтылар. Кешеде мысалға болды, мүмкін арамызда отырған болар, біз күнімен түнімен жұмыс жасап жатырмыз ғой. Сол кезде кейбір көп балалы аналар, жаңағы балалар кішкентай, декретте отырған аналар айтады да, жаңағы үйдің шаруасы болып кетеді, анау кетеді, мынау кетеді, бәрібір де жаңағы мына жерде ненді 100% өзіме ұнағандай жасай алмай жатырмын дейді. Негізі әйел адам әсіресе деп айтайыншы, біз барлық іске икемделе аламыз. Біз барлығын жоспарласақ, ретке келтіре аламыз. Просто сіздерде жоспар жоқ. Мысалға, даже бүгінгі күнгі кім жоспар қойды, айтыңыздаршы. Өмірде қазір енді информация көп, жан-жағымызда жаңағы соблазн көп, телефоннан неше түрлі жаңағы бір ақпараттар деп жатады. Тиктокқа да кіріп кетесің, бір кірсең уже былай айтқанда кемінде бір 2 сағатта бірақ шығатын, ондай да жандар бар,
балаларымыз бар, олардың да тамағын беру керек, жолдасымыз бар дегендей. Әрине әйел адам біз сыртта да, іште де, жаңағы отбасында да үлгеруіміз керек, иә. Міне осындайда жоспар болмаса, полный хаос болады сіздерде. Мысалы қараңыздаршы, мен ылғи айтам, сіздің жаңағы гардероб, киім жиналатын гардеробыңыз, сіз бүгін мысалға жұмысқа асығып бара жатырсыз, сізге бүгін мысалға әппақ бір носки кию керек болды аяғыңызға дейікші, ойыңызда ақ носки тұр, бірақ егерде гардеробыңызда киімдеріңіз былай болып жатса, жаңағы мына кофтыңыз өзімен, іш киіміңіз бірге, носкиіңіз бірге, көйлектер, үй киімімен тіпті былай шығатын киіміңіз бәрі бүйтіп жатса, сіз ақ носки тез арада таба аласыз ба? Жоқ. Сіз, наверное, оны мүмкін вообще таппайсыз, А когда все по полочкам, киімдеріңіз жаңағы іш киім өзі тұрған жерінде, носкиіңіз бөлек, басқа жаңағы үй киіміңіз бөлек тұрғанда, сіз келесіз әдемін өзі реттеліп тұрған жерден керегіңізді аласыз да кете бересіз, Міне біздің өміріміз де құдды сондай да. Сондықтан жаңағы кішкене баланы да қай уақытта ұйықтату керек, ешқандай да негізі сылтау жоқ бұл бизнесте жасаймын деген адамға, тек қана жоспар. Жоспар несімен керемет, мен сіздерге айтайын. Күндік жоспар несі керемет? Кейбір кезде керек емес нәрсені, жасамай қоятын нәрсені біз жасап кете береміз үйдеші. Мысалға, жоспарлаған кезде біз түсінеміз, приоритетті жоғары қоямыз. Бүгін мен алдыма мақсат қойдым ғой, жалпы, мысалға айлық мақсат қойдым, жылдық мақсат. Менің күнделікті қойған жоспарым сол айлықты да жеткізуге, жаңағы орта, жаңағы 6 айлық алдыма қойған мақсатқа жетуге де күнделікті менің ісім, әрекетім соған қарай апарады ғой, дұрыс па? Сондықтан жоспарлап алатын болсаңыз, ең басындағы бүгін мен үшін маңызды нәрселер. Бірінші мысалға 10 нәрсені ертеңге жазып алсаңыздар болады, Содан кейін бір отырып, ең ішіндегі приоритеті жоғары не, мен үшін маңыздырақ, міндетті түрде жасалу керек деген басына қарай жазып, күніңізді именно сол жоспардан бастасаңыздар болады. Өйткені вроде бы адамдар келеді, бизнеске, өзі не істеп жүргенін білмейді. Көп адамдар бар сондай. Имитация бурной деятельности дейді, бір жаңа хаос жасап, создавать етіп, жаңа мен анда да жүрмін, мен мұнда да жүрмін дегенде, Вот сіз қаншалықты сапалы әрекет жасап жатсыз, қаншалықты осы жерде жүйелі әрекет жасап жатсыз, көп нәрсе соған байланысты. Сондықтан да біз міндетті түрде жазып алуымыз керек. Орыстың сөзі бар, самый тупой карандаш острее любой памяти деген. Біз ойлап тұрамыз, мен ертең ананы істеймін, Қатираға айтамын, Гүлмираға айтамын, үйтем деп. Ертең күн болғанда Қатира да кетеді ойыңыздан, Гүлмира да кетеді. Ал жазылған нәрсе міндетті түрде істейсіз, блокнотыңызды ашып жүресіз, мен Қатираға звондауым керек бүгін, Гүлмира менің ойымда дегенде, өте тамаша жинақы әр күніңізді сапалы етіп өткізе аласыздар. Одан кейін, енді іс әрекетті бастаған кезде, енді жоспар деген не ол? Рекрут. Жаңағы енді әрбір нәрсе бар, бірақ біздің бизнесімізге қатысты ең керемет дүние, мен үнемі айтам, бұл біздің бизнестің жүрегі, ол әрине рекрут. Біз адамдарға барамыз, команда құрамыз, жұмыстанамыз, жаңағы компаниямыздың кереметтілігін айтамыз, Міне осы кезде біздің бойымыздан табылуы керек керемет бір қасиет, оптимизм және өзімізге деген сенімділік. Неге дейсіздер ғой? Оптимизм деген бір кішкене бір бойыңызда болуы, мысалға мен бұны былай деп те айтар едім. Екі мағынада да қарастыруға болады, екі түрлі дүниеде де қарастыруға болады деп айтайыншы. Мысалға, құрметті мықтылар, мен чаттарда кейде мынандай нәрсені көріп жатам. Өзі вроде мотивацияны алады, жаңағы спонсорын тыңдайды, сосын не істейді, адамдарды шақырып бастайды, бір-екі-үш адамды кіргізіп қояды, жаңағы чатқа қосып, сосын кейін жаңағы алдында естиді ғой, мысалы, скоро бізде массажный крем болды. Мен просто айтам условно, мысал ретінде. Массажный крем келеді деп жатырмыз ғой, енді айтып жатырмыз. Сосын ана чатқа кіріп алады да, жаңа қайырлы күн, мүмкін қайырлы күнді айтпайды да, жаңа қашан келеді на массажный крем? Айтып еді ғой, айдың басында болады деп. Сөйтіп жатамыз. Болмаса жаңағы заказым уақытында келмеді деген сияқты. Яғни негативке бой алдырып жатамыз. Өте үлкен қателік. Біз қашанда қандай жағдай болса да барынша
оптимистік көзқараста, бір жақсы позитивпен, сондай бір тамаша настроймен болуымыз керек. Тем более мы не имеем права ол чатта негатив айтуға. Неге? Өйткені біз уже адам қосып қойдық, иә? Біз бір-екі адам болса да, біз уже спонсормыз, иә? Біздің бойымызда жауапкершілік болу керек. Негізі негативті айтуға болады әрине, но оны қайда айтамыз? Жоғарыған айтамыз, иә? И то спонсорымыздың жекесіне кіріп, жаңағы шешілмейтін мәселе жоқ, тез келген нәрсені шешіп алуға болады. Одан кейін екінші дүниеде қарастырамыз деп жатқаным, ол мысалға рекрут, жаңағы адамдарға айту барысында. Әрине, біз басында отказ аламыз, ол нормально. Біз отказ алғанға мен қуанам. Біреу маған отказ алдым десе мен қуанам. Неге? Ол значит кеше рекрут жасады, значит ол жұмыстанды. Ол просто қарап отырған жоқ, ол әрекет жасады, иә? Ал әрекет жасау, енді мен үнемі айтам, любое действие лучше, чем бездействие, иә? Демек, отказ алсаңыз да, ол бір сіздің, менің жұмысымның бір бөлшегі деп дұрысынан қабылдауларыңыз керек. Құрметті мықтылар, отказ это нормально. Мен үнемі айтам ғой, сіздер қалай ойлайсыздар мысалға? Әлемде ең көп отказ алған кімдер олар? Әлбетте, олар кез келген сетевой компанияның ең жоғарысында тұрған топ-лидерлер деп айтам. Неге? Топ-лидерлік статусқа жеткенше, олар қаншама жоқ деген отказды ести тұра, бірақ тоқтамаған адамдар. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да керісінше отказ алу деген ол бір жұмыстың бір бөлігі. Оны бір ойбай, маған жаңағы пәленшекеге барып едім, осыған бір надеяться етіп едім, анау деген маған керісінше жоқ деп айтты деп сағыңыз жаңағы сынып, ондай бір прям нететіндей жағдай жасамаңыздар. Ойбай деп мен мынадан кейін қалай айтамын деп, иә? Жоқ, керісінше. Ана адамның басында ойыңызда, иә, тұру керек. Жақсы, бұл менің жаңағы жұмысымның бір бөлігі. Отказ это тоже нормально. Айтады ғой, сетевая компания это песня из двух слов. Нет, 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 да, да, да. Нет, 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 да, да, да. Әрине, нет деген сөз сіздердің бизнесті, жұмысты жасап бастаған кездеріңізде басында сіздер көбірек аласыздар нет деген сөзді. Бірақ кейін сіздер уже бизнесте өздеріңіздің орындарыңызды тауып, үйреніп бастаған кезде сіздердің әндеріңіздің сөздері ауыса бастайды. Даларыңыз көп болады, ниеттеріңіз аз болады. Әрине, жаңағы сенімділікті айтып жатырмын, иә. Осы оптимизммен бірге сенімділік өте керемет серпіліс күші ғой, ол енді ерекше, иә. Сіз өзіңізге сеніп, Аллахқа сену деген өзіңе сену ғой. Тәуекелге келдің ба, бастадың ба, сен өзіңе. Менің де қолымнан келеді. Неге? Жанымдағы жүргендер қарапайым адамдар ма? Қарапайым адамдар. Олардың қолынан келді ма? Келді. Бұрын 20 жыл бұрын мен алғаш сетевойға келген кезде бізге анау Россиядағы, я болмаса бір Монғолияда Ойынгурел Гамбасурен әлі күнге дейін миымда тұр екен міне. Сол деген пәленшеге жетістікке жеткен адам, Россияда Полежаевалар деп айтатын, иә? Қазір Аллаға шүкір. Қазір кез келген сетевойда жаныңызда пример бар. Біреудің көршісі, біреудің әпкесі, біреудің мамасы, біреудің сіңілісі, біреудің ағасы дегендей сетевой арқылы үлкен жетістікке жетіп, өмірін түбегейлі өзгертіп жатқан жандар бар, иә? Сондықтан да біз де оны қалай қабылдауымыз керек? Жақсы, бір адам жасай алды ма, міндетті түрде мен де оны жасай аламын деген. Келесісі жүйелі әрекет. Бұл енді былай қарасаң, өзі мен үнемі айтамын, сетевой деген мелочтардан тұрады да, бір кішкентай ғана заттардан тұрып, бірақ битіп бір-біріне қосылып, керемет бір шынжыр сияқты түзеді ғой. Міне, нағыз сетевой осындай бір керемет кішкентай ғана нәрселерден, бірақ әрбірі өзінің ключевой ролін атқарады дер едім. Жүйелі әрекет. Біз битеміз, иә? Біз келеміз, жаңа спонсорымыз бізге барынша мотивацияны береді, мына мүмкіндіктің барлығын жаңа көреміз, сосын кейін хорошо жасайым дейміз, иә? Жасайым дейміз, бір күні тұрамыз да жаңағы 10 адамға айтып тастаймыз ғой, жаңағы мотивациямыз бар, керемет көңіл күйіміз ұрып тұр да,
10 адамнан отказ алуымыз мүмкін. Әлбетте 10-нан да отказ алуымыз мүмкін. Не істейсіз? Жаңағы желіңіз шығып кеткен не сияқты, доп сияқты ертеңінде уже ешкімге айтпайсыз. Одан кейін қазақта, енді мен ойлаймын, мынау біздердің жерде қазақ та отыр, өзбек те отыр, қырғыз да отыр. Жалпы Орта Азияның бір ортақ несі той тойлағанды жақсы көреміз. Әрине енді тойымыз көп болсын, бірақ сол тоймен бірге жоқ болып кететініміз бар да. Ас болады деп жоқ болып кетеміз, той болады деп жоқ болып кетеміз, қызым үйленіп жатыр, бір нәрсе деп жоқ, күйеуге шығып жатыр, бір нәрсе деп мысалға жоқ болып кетеміз. Мен айтайын дегенім, жүйелі әрекет болмаса ешқандай да нәтиже болмайды. Мысалы, қараңыздаршы, дәрігер не дейді? Дәрігер айтады, ана алманы дейді, күнделікті біреуін жесең, ол сен үшін профилактика дейді. Денсаулығыңа тамаша көмегі бар дейді. Рас па? Әлбетте рас, алмада өте пайдалы ғой. Бірақ енді қараңызшы, сіз понедельник алма жеуді ұмытып кетесіз, вторник жемейсіз, среда жемейсіз, жексенбі отырасыз да бүкіл аптадағы 7 алманы жесеңіз не болады? Побочный эффект болады, ішіңіз ауырады. Тура сол сияқты бұл бизнесте де дым ешқандай несі жоқ. Егер сіз күнделікті бүгінгіде, негізі біз келгеннен кейін, алдымызға мақсат қойғаннан кейін максимально каждый день әрекет жасауға, соған қарай дағдылануымыз керек. Максимально. Бірақ кей жағдайда, әрине, мен енді адам болғаннан кейін түсінем. Кейде жаңағы сол тойымызда болады, басқа да болады, бірақ хотя бы сол күндері минимально жұмыс жасауға әрекет етейік, құрметті мықтылар. Неге? Өйткені тойға да барасыз, халық па? Әлбетте халық. Жұмыс жасауға бола ма? Конечно, болады. Самое главное, аузымызды ашсақ болғаны, Зато не? Зато сізде жирная галочка. Каждый күнді менде жүйелі әрекет бар. Тамаша бір сөз бар. То, что не тренируется, то атрофируется деген, сондықтан біз постоянно тренировкада болуымыз керек қой. Күнделікті әрекетте болуымыз керек. Негізі бар ғой, мысалға, біз жақсыға тез үйренеміз. Мысалға бізге спонсор айтады, кітап оқы дейді, әлеуметтік желіге шық дейді, сабағыңды өткіз дейді, жаңағы адамыңды шақыр дейді, кездесуге кел дейді, Мысалға, кітап оқыған оңай ма? Қиын емес, принципе, бірақ оқымаған одан да оңай. Адам шақыруға бола ма? Шақырып жатыр ғой адамдар. Демек болады. Шақырмай-ақ қойсаң, бірақ одан да оңай, Кездесуге келген негізі оңай, келмесең одан да оңай. Қараңыздаршы, біз егерде одан да оңайды таңдай беретін болсақ, бізде ешқандай жүйелі әрекетте болмайды, біздің ісіміз де өнбейді. Келесі, табандылық. Ал енді ниетіміз тура, мақсатымызды қойды, оны жоспарладық, керемет тамаша көңіл күймен күнделікті әрекетімізді жасап жатырмыз, Ал енді табандылық деген бір тамаша қасиет бар. Әркімнің бойынан табылса, шіркін, егер дұрыс жолда болсаңыздар, сіздер анау жиегіне, анау шыңынан шықпай қоймайсыздар. Неге олай деп жатырмын? Өкінішке орай, мына бұрын Совет өкіметі кезіндегі мына арамызда үлкен кісілер бар ғой, қазір олар да мойындайды, Совет өкіметі тұсында тұрақтылық керемет болды, ой, стабильно, во всем стабильность болды, хоть жұмыс. Мысалға біреу главный бухгалтер болып бір жерге кірді ма, 40 жылдан кейін обязательно тура сол жерден главный бухгалтер болып шықты пенсияға. Ондай көп па? Бір жерде үлкен кісілер мысалы охранада отырса, сол охранада. Біреу холодильник жөндеді ма, 40 жыл холодильник жөндеп мысалға пенсияға шығады дегенде, тұрақтылық болды. Бірақ таңдау болмады да ол жерде. Келесің, сол маңдайыңа жазылған сол бір неңді көресің дегенде, қазіргі заманда қалай? Қазіргі заманда керісінше екеуінің орны ауысып кеткен. Таңдау жеткілікті, таңдау деген көп. Жаңа айттым, соблазн өтті көп. Не жоқ? Тұрақтылық жоқ. Тұрақтылық жоқ, табандылық жоқ. Жаңағы көрсе қызарлық бар адам бойында, Мысалға қазір келді, осы Пандора Витаға вроде күшті, бастады. Ертең біреу айтады, жүрш, жаңағы пәленшеке ана жақта бір Қытайдың бірдеңесі ашылыпты да. Жаңа табандылық жоқ адамда, до конца бару бір бойында бір сондай бір характер жоқ та. Анау күшті десе анаған жүгіре береді, даже өзінің мнениесі де жоқ та. Мынау күшті десе мынауға жүгіреді. Жаңағы үйтіп жүгіре берген жерден мен айтамын ғой, жаңағы кейбір адамдар болады, анда да мұнда да
тіркеліп қояды да әйтеуір қайсысынан бір повезет әйтеуір бір жерден алам ғой деген. Мен өмірімде ондай миллионерді көрген жоқпын, сенесіздер ма? Мен желілік бизнес саласында мен 20 жылдан артық жүрмін ба, мен сахнаға шығып бір адамды ана компаниядан мынанша миллион тауып жатырмын, мына компаниядан мынанша миллион тауып жатырмын деген адамды вообще көрген емеспін. Сондықтан да әрине табандылықпен бір жерде до конца жұмыстансаңыздар, әлбетте сіздер ол жерден нәтиже көресіздер. Просто өздеріңізге сенімді түрде жаңағы әрекетіңізді жасауларыңыз керек. Әрине уақыт деген нәрсе бар. Жерде тағы бір нәрсе, оған да уақыт керек, біз түсінуіміз керек. Қазір одан кейін кейбір адамдарда мынандай қателік бар да, мысалға біз айтып жатамыз ғой, 3 айдың ішінде Пәленшекеева деген кісі жаңағы ең үлкен статусты бағындырған екен. Одан кейін мынандай кісі 2 айда бүйтіпті деген сияқты болады ғой енді. Кез келген сетевой компанияда жаңа аз ғана уақыттың ішінде үлкен нәтижені бағындырып жатқан. Кейбір адамдар келеді де, мен соны жасай алмадым. Мен әлі жүрмін. Мен 6 ай бойы әлі жүрмін, мен сөйте алмай жатырмын деп. Ол да дұрыс емес. Біреумен біреуді жаңағы нәтиже, қалай айтсам, біреумен жарыспауыңыз керек деп айтар едім. Әрине, жаңағы сау конкуренция дейміз ғой, здоровая конкуренция, это всегда нужно. Болғаны да жақсы, болады да, бірақ жаңағындай бір өзіңізді біреуден кемсіту, анау келгелі сөйтті, мен де сол кезде келіп едім дегенде, жоқ. Біз бұл жерде әрине мен үнемі айтам, мына на старте все равны умом и телом, но к финишу приходит тот, кто занят делом дейді. Занят делом дегеннің барлығына жаңа мен жоғарыда айтып тұрған дүниелердің барлығы кіреді. Ол білмейсіз ғой, мысалға жаңағы білмеймін, мен машиналардан мен ештеңе ажырата алмаймын, но білетіннің мысалын келтіріп берейінші. Мысалға жаңағы финишный прямойға мысалға не шықты дейік, стартқа бір Мерседеспен жанына трактор шықты дейікші мысалға. Енді ол әлбетте трактор ол қаншалықты, ол неге барып бірінші болып Мерседестен келеді деп ойлайсыздар, олай болмайды. Сондықтан мен айтам, әрбір адамның өзінің жүру темпі бар, өзінің қозғалу темпі бар, өзінің жаңағы әрекеті бар. Бір адам, мысалға, бір адам үшін норма күнделікті 20 адамға информация беру. А бір адам үшін в пределах 2 адам мысалғашы, оны да өзінше норма дейді. Сіздер ойлай беріңіздер, күнделікті 2 адамға ақпарат беріп, оның нәтижесі айдың соңында қандай болады? Күнделікті 20 адамға ақпарат берсем, оның нәтижесі қандай болады? Сондықтан да біз наоборот, ана айдағы Әсемай мен осы айдағы Әсемайдың разницасы қандай дегенде мен өзім жарысуым керек. Мен өзі ең дұрыс нәрсені осылай деп ойлаймын. Потому что сенің өткен айдағы нәтижең, мысалға сен қанша балмен жаттың, или қанша адам шақырдың, қанша адамға сен сол айда пайдалы болдың, а вот сен осы айда мақсат қоюың керек, өзіңе 2 есе. Мысалға 3 есе дегендей, мысалға басыңызға қандай не келеді, сондай не жаңағы цифраларды қойсаңыз болады. Әрине енді жаңағы келе салған жаңағы оптимистік көзқарас, амбициозный деп бір нелерді мақсат қоюда да айтып жатамыз ғой. Енді ол жерде де мысалға мынандай нәрсе бар да, мақсаттың өзінің жаңағы бірден қиялданып кетіп миға қонбайтын мақсатты қоя салған, это тоже неправильно. Сіз оны миыңызды алдай алмайсыз. Мысалға бүгін келе салған новичок, я болмаса тіркелген бір партнер дейік, мен осы айдың ішінде жаңағана ең үлкен статус легенда боламын десеңіздер, это нормально? Нет, это не нормально. Сіз келдіңіз, сіз өзіңіз еще үйренуіңіз керек, түсінуіңіз керек. Сондықтан да бір шіли қиялға беріліп, үлкен нәрсені адам нанғысыз. Я болмаса мен бүгін жұмыс жасаймын да, күштілеп тұрып осы айда жұмыс жасаймын, келесі айда жаңағы шетелге шығып кетемін деген сияқты. Именно осы жерден тапқан табысты. Неге үйтіп айтып жатырмын? Мүмкін енді ондай да адамдар бар да шығар, жоқ деп те айтпаймын, но көп жағдайда ондай қатты үлкен нетпейтін, миыңызды қалай айтсам, миыңыз оған сене алмайды, және ол сізге қиын болады. Үлкен мақсат ол сізді қанаттандырмайды ешқандайда. Бірақ
бұл жерде мен айтып отырған жоқпын, что мақсат реальный болу керек деп ше. Реальный нәрсе ол да өсірмейді. Реальный нәрсені қоятын болсаңыздар, мысалы қазір әне менің сөмкем тұр, сөмкемді ашсам да, мысалы любойыңыз, қазір сумкаларыңызды ашыңыздар да, кошелекті ашып, кошелектің ішінде қанша ақша бар қараңыздаршы. Сол ақшаға байланысты егер жоспар құратын болсаңыздар, ол да өте үлкен қателік. Неге? Өйткені ол жердегі нәрсе сізді қанаттандырмайды. Сізді алдағы істерге жасауға жаңа мотивация бермейді, ештеңеге итермелемейді. Сондықтан бүгінгі барыңызбен де мақсат қою ол да дұрыс емес. Кез келген мақсат сізге жаңағы күш қуат беретіндей, алдыға жігерленdiретіндей. Мысалға, жаңа мен айтып жатырмын, осы айдың ішінде, осы бір айда, директор статусын кез келген адам бағындыра ала ма? Әлбетте бағындыра алады. Керемет, өте керемет статус мысалға, өте керемет нәтиже. Сондықтан кез келгендеріңіз қарап, аха, это реально возможно? Да, реально возможно. Все. Тағы бір сөз бар, керемет, метимся на Луну, попадаем в орла деген. Бұл значит сізге керемет күш қуат беріп тұр да, жаңағы жұмыс жасауға сізге прям аппетитіңізді ашып тұр да, былай айтқанда. Яғни не жасайсыз? Директор болуым керек осы айда. Айдың басында қоясыз, и директор болу үшін сіз білуіңіз керек, жаңағы жоспарда мен айттым ғой, мысалға, сіз машинаға отырасыз, Таразға барам деп мінбесеңіз, сіз Таразға жетпейсіз ғой. Тура сол сияқты. Сіз машинаға отырдыңыз, жаңа мақсатыңызды қойдыңыз, директор боламын дедіңіз, но директорда қанша балл болу керек, не істеуім керек екенін сіздер білмесеңіздер, директор боласыздар ма? Это будет полный хаос. Просто жаңағы әйтеу бір баста бір нәрсе бар, но по факту қалай баратыныңыз білмейсіз. Дорожный картаңыз жоқ сіздің. Ана пункт назначениеде не бар екенін білмейсіз де сіз. Сондықтан ол да дұрыс емес. Құрметті команда, сондықтан сіздерге айтарым, жауапкершілікпен қарау керек те бұл іске. Әрине, бұл үкіметтің жұмысы емес. Мен де, компанияның президенті де, Мақсат мырза да сіздерге ешкім айта алмайды. Мысалға, сен бүгін сөйтші, осыны істеші, сен обязательно айдың аяғында миллион аласың деп біз айта алмаймыз оны. Бұл не емес. Бірақ біз айта аламыз, мысалға, сен директор болшы, осы айда мысалға директор статусын жапшы, әлбетте сен бинардан 500 мың теңге аласың. Тамаша ақша ма? Басқаны қоспағанда, рефералкаңызды қоспағанда, жаңағы не дейін, қосымша табыстарыңыз, мына матчингті қоспағанда мысалға, тек қана бинардан 500 мың аласыз. Керемет қой, керемет. Біз не істейміз? Біз оған өзіміз сенбейміз. Жаңағы бізге наоборот, соны үкіметтің жұмысына барып, таңертең кешке дейін отырып тұрғаныңызға дейін, осы жерден шығып кеткеніңізге дейін барлығы жазулы, сызулы, соны жасағанда осынша мың жаңағы 300 мың, 400 мың ақша аласың десе, керісінше соған нетеміз көбінесе. Жоқ, бұл жерде де сол үкіметке қалай отношение жасадыңыздар, мысалға панайым жұмыс жасаған, я болмаса қазір де жасап жатқан арамызда адамдар бар ғой, прям сондай отношение жасауларыңыз керек. Это мое отношение бұл іске деген. Шамаңыз келгенше максимально осы жерде действиеде, әрекетте болуларыңыз керек. Менің ісім, команда менен басталды. Жаңағы менің спонсорым емес, жаңағы кейбір адамдар айтады ғой, это моя спонсорская ветка. Ана менің веткам дейді, ішкі ветка. Я говорю, нет, неправильно. Ішкі ветка да, сыртқы ветка да сіздікі, потому что изначально адамда сондай не болу керек. Мен келдім, мен тіркелдім, бинар бойынша оң жағым, сол жағым ашылуы керек. Оң жағымда менің веткам, сол жағымда менің веткам. Жауапкершілік ең бірінші кімде? Менде. Әркімде сондай болу керек. Но, конечно, ол спонсор жұмыс жасамайды деген сөз емес. Спонсордан да ақша жаңағы команда адамдар түседі, но это бізге как бонус ретінде біз нетіміз керек. Бір сөзбен айтқанда, біреу үшін емес, әркім өзі үшін жасау керек, и әркім өзі үшін 100% жауапкершілікті алу керек. Трудности на время, результат навсегда. Мықтылар арамызда. Біршама адамдар қосылған екен ғой. Баршаларыңызға тағы да бір қайырлы күн. Керемет, тамаша қосылғандарыңызға. Енді басында естімей қалғандарыңыз міндетті түрде мынау эфир сақталып, неге салынған кезде қарап шығыңыздар. Мен енді вроде бы өте қарапайым нәрселер,
бірақ бұл қарапайым нәрселерді біз жасаған кезде ғана осы жерде үлкен жетістікке жетеміз деп айтқым келеді. Сол себепті міндетті түрде бүгінгі сабақты басынан бастап соңына дейін жақсылап қарап шығыңыздар. Одан кейін, құрметті команда, кеше бізге Мақсат мырза кешкі сабақта тамаша не айтты, жаңағы жаңалықпен бөлісті. Осы жаңалықты қазір сіздерге де бір айтып өтейін, бізде енді қаншама адамдардың сұранысымен мынау Түркістанға саяхатымыз апрельдің аяғына дейін созылды. Құрметті мықтылар, міндетті түрде бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Барлықтарыңызға айтарым, міндетті түрде келіңіздер. Кейбір адамдар айтады екен, ой, мына тұрған Түркістан ғой, оған бір 400 мың теңгені товар айналымын жасап, жаңағы барғанша оны өз бір 100 мың теңгеге өзім ақ бара салмайын ба деп, мен сіздерге айтар едім, мен де бара аламын, өзім отбасыммен, я болмаса бір өзім ғана, мен сіздерге айтарым, ол мүлдем басқа нәрсе. Отбасымен барған совсем басқа, командалық деңгейде командамен бару, это вообще мүлдем басқа уровень, басқа деңгей, басқа атмосфера, басқа бір әлемге барғандай боласыздар. 2 түн, 3 күн, құрметті мықтылар. Бұл жерде біз былтырда барғанымыз бар, арамызда мүмкін Самал ханым, Зуля ханымдар отыр, былтыр барған адамдар. Былтыр барғанның өзінде де біз керемет сондай бір көңіл күймен, прямо автобуспен бардық, барғанша билеп бардық, осы автобусымыз битіп барды, тура үстіп қайттықшы, шаршаған ешкім жоқ, керісінше сондай бір ерекше энергиямыз пайда болып, сондай бір көтеріңкі көңіл күйде жүрдік те, келдік те, одан кейін де жұмыстандық, сондықтан сіздерге айтарым, осы жолы вообще күшті болады. Мұрат Япырақтың шикідім, мынау Калбим деген керемет әндері бар, түріктің тамаша әйгілі әншісінің концертіне тегін барамыз, қараңыздар. И бәріміз бірге барамыз, бірге билейміз, бірге жүреміз. Вообще енді ол жерде просто болу керек мықтылар. Одан кейін жаңағы дефиле, мынау модный показ. Мен білмеймін енді, ол да бір әйел адамның арманы шығар деп ойлаймын, показды, сондай үлкен деңгей, жоғары деңгейдегі модный неде сіздер өздеріңіз көрермен болып жанында отыру деген ол вообще керемет қой. Одан кейін өзіміздің жаңағы басқосуларымыз, командалық басқосулар, бір-бірімізбен тәжірибе алмасу, жаңағы өздеріңіздің жоғары спонсорларыңызды көру, енді ол деген вообще просто ол жерге бару керек. Сондықтан давайте жасаңыздар. Жасамаған отырып, әлі ойбу деп нетіп отырғандарыңыз міндетті түрде. Целый 15 күн бар. Бір емес, даже өзіңіз жасап, плюс еще өзіңіздің командаңызды да жасатуға мүмкіндіктеріңіз бар. Максимум жұмыстанайық, максимально барайық. Негізі, бұл іс-шараның несі жақсы айтыңыздаршы, білесіздер ма? Кез келген сетевой компанияның өсуі осындай кез келген іс-шарадан келесі іс-шараға дейін болатын дүние. Міндетті түрде қазір не істесем болады, қалай өссем болады, неғып жаңағы қанша адамдар қарап отыр, менен қолымнан келе ма, келмей ма деп мені бақылап отыр деген, ондай да арамызда көп мықтылар бар, күшті емес пе? Барыңыздар. Наоборот, қаншама контент жасайсыздар. Ойбай, кеше ғана басталған осындай Pandora Vita компаниясының аз ғана уақыттың ішінде осындай деңгейде іс-шара жасап жатыр екен. И ол еще іс-шараның ішінде сіз көріп, сіз болып тұрсаңыз, ол деген вообще вдвойне керемет дүние емес пе мықтылар. Сондықтан да шартын орындаңыздар, барыңыздар, бірге керемет күндерді өткізіп келейік. Мақсат мырза, байланыста барсыз ба? Асимай ханым, осындай жақсы бір обучение, бір сабақ беріп, елді кішкене мотивация бергеніңізге көп рахмет. Енді құрметті партнерлар, уважаемые партнеры, расында да кешкі зумда кім болды, кім болмады, записьте де көрсеңіздер болады, сақтаулы. Бүгін 15-і ғой, апрельдің 15-і. Негізінде алғашқы шарт бойынша промоушнның уақыты мерзімі 15 апрель болатын. Енді ол аяқталды. Бірақ біздің лидерлардың, партнерлардың, жаңадан қосылып жатқан партнерлардың үлкен сұранысы бойынша бұл промоушнның уақытын, мерзімін
осы айдың аяғына дейін, апрельдің соңына дейін деп ұзарттық, создық. Сондықтан да бір қуанышты, жақсы хабар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бұл промоушн міндетті түрде орындайық. Командамызды алып барайық, жаңа Әсемай ханым да айтып жатыр. Расында да өте бір ерекше бір энергия, ерекше бір вайб болады. Міндетті түрде өте оңай шарттары, соны орындасаңыз болғаны, барлығымыз сол жерде жолығайық. Концерт болады, демаламыз. Мен кеше айтқандағымда жақсы демалған жақсы жұмыс істейді, жақсы жұмыс істеген жақсы демалады. Екеуі де дұрыс. Сондықтан да міндетті түрде жақсылап тұрып бір Түркістанға барып, демалып, көңіл көтеріп, бір-бірімізді көріп, танысып, білсек. Сондықтан да міндетті түрде бұл біздің Түркістан промоушнның шарттарын орындап, естімеген болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің спонсорыңыздан ақпаратты біліп алыңыздар. Қазір мына чаттарда біз созылғаны жайлы хабарландыру жазамыз. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Уақыт бөліп бүгінгі таңғы жаттығуымызға қосылғандарыңызға рахмет. Әсемай ханым, сізге де рахмет. Міне Әсемай лидеріміз сияқты камерадан қорықпай, сабақ беріп, түсіндіріп, презентация бергендеріңізде әрдайым үлгі аласыздар. Осындай болуға тырысыңыздар. Білесіздер ғой, сетевойда деньги на сцене дейді, ақшаның бәрі сахнада дейді. Мен бұны әрдайым айтам, камерада бұл онлайн сахна десеңіз де болады. Сондықтан да камераға шығудан, осындай онлайн презентация, обучение, сабақ беруден еш қысылмаңыздар, шығыңыздар. Тем более бізде қазір марафон болып жатыр, білесіздер, марафонды қатысыңыздар. Марафоннан жақсы сыйлықтар ұтып аласыздар. Өз бизнесіңізді дамыту, өзіңізді көрсетуге үлкен бір мүмкіндік. Соны өткізіп алмаңыздар. Қысқаша айтарымыз осы. Әсемай ханым қосарыңыз болмаса, осымен бүгінгі таңғы жаттығуымызды аяқтайық. Барлықтарыңызға көп рахмет. Эфир міндетті түрде сақталады. Келесі кездескенше қош саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.